7 жастағы Айдын бір күні таңертең анасымен ғимаратына кірді. Тыныш, жайлы орта баланың алғашқы толқуын басқандай болды. Қабылдау бөлмесінде оларды психолог, дефектолог, логопед және дәрігер жылы қарсы алып, әрқайсысы бөлек тексеріс жүргізді, сурет салдырды. Тапсырмалар от. Мамандар арнайы бланкілерге белгілер қойып, оның даму ерекшеліктерін мұқият жазып отырды. Түстен кейін комиссия жиналып, Айдын туралы ортақ қорытынды шығарды. Құжатта оның сөйлеуінде ерекшеліктер бар екені және оқуда қолдау қажет болатыны көрсетілді. Анасына Айдын жалпы мектепте оқи алады, бірақ қолдау қызметі керек деп жазылған ресми қағаз берілді. Бұл қорытынды мектепке түскен соң, директор мен әкімшілік оны инклюзивті сыныпқа қабылдау туралы шешім қабылдады. Сынып жетекшісі, логопед, психолог және дефектолог жиналып, Айдынға жеке оқу бағдарламасы, жоп мен жеке оқу жоспарын жасады. Уақыт өте келе Айдынның жағдайы жақсара бастады. Бұрын яң болып жүрсе, бір айдан кейін логопедпен сенімді сөйлесіп, тапсырмаларды еркін орындап, сыныптастарымен ойнай бастады. Әр сабақтан кейін Айгүл апай Айдын өте жақсы дамып келеді деп анасына қуанышпен айтып жүрді. Соңында Айдын жарыққа толы ашық есікке қарай қадам жасайды. Бұл оның жаңа мүмкіндіктер әлеміне ашылған жолы еді.